أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлық мақтау Аллахқа тән, пенделеріне тіл нығметін беріп, сөз тасудан қайтарған Аллах Субхану ва Тағалаға сансыз мақтаулар болсын. Және де әлемге рахмет етіп жіберілген «Ла ядхулул джанната наммам» жәннатқа сөз тасушылар кірмейді деген пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға және оның жанұясы мен сахабаларына Аллах Субхану ва Тағаланың сәлем мен игілігі болсын. Бүгінгі уағызымыз тілдің тағы бір апатынан болған, ол сөз тасу жайлы болады. Аллах Субхану ва Тағала баршамызды бұл ұсқын сипаттардан сақтасын. Ән-намима, яғни сөз тасудың жалпы мағынасы адамдардың арасына алауыздықты салу, яғни бірінің сөзін екіншісіне тасу арқылы адамдардың арасына қарым-қатынасты бұзу. Аллах Субхану ва Тағала Құран Кәрімде бұлай дейді: «Хаммазим машшаим бинамим манна'ил лил хайри му'тадин асим» деген. Өте айыптағыш сөз тасушылар. Және жақсы істерден тыйғандарға, сол сияқты шектен шыққан күнәһарларға бойсынба деп Алла Тағала пайғамбарымызға айтып жатыр. Тіл деген бұл нығмет. Алла Субхану ва Тағала пенделеріне осындай нығмет берді. Ол нығметке біз шүкір етуіміз керек. Алла Тағаланы зікір қылуымыз керек, Құран оқуымыз керек, күнә істерге бұйырмауымыз керек. Алам наджаллаху айнайни ва лисанан ва шафатайн деп Құран Кәрімде айтқан. Сендерге екі көз бермедік пе, және де тіл, және екі ерін бермедік пе. Бұл тіл деген нәрсе, ол жүректің аудармашысы. Жүректен не шықса, тіл соны жария қылады. Жақсы нәрсе шықса да, жаман нәрсе шықса да, ол жүректегі барлық нәрсені кәсіп қылады. Сондықтан да тіл мен жүрек жақсы болатын болса, бүкіл дененің бәрі жақсы болады. Егер де тіл мен жүрек жаман болатын болса, бүкіл дененің бәрі жаман болады. Лұқман Хакимнен былай деп сұраған: барып сен қой сойда, қойдың ең жақсы екі мүшесін алып келді. Сонда ол барып қойды сойып, оның ең жақсы деген тілі мен жүрегін алып келеді. Сөйтіп ол біраз күннен өткеннен кейін тағы да оған бұйырады: барып енді қойды сойып, оның ең жаман екі мүшесін алып келді. Ол қойды сояды, тағы да тіл мен жүректі алып келеді. Олар таңдана сұрайды: сен бірінші айтқанымызда жақсы мүшесін алып кел дегенде тіл мен жүректі алып келдің, екіншісіне барып ең жаман мүшелерді алып кел дегенде тағы да соны алып келдің ғой, бұның мәнісі не дегенде ол былай деп жауап берген: тіл мен жүрек егер де жақсы болатын болса, ол денедегі ең жақсы нәрселер, ең жақсы мүше болады. А егер осы тіл мен жүрек жаман болатын болса, ол денедегі ең жаман нәрсе деп жауап берген екен. Бұл сөз тасу. Бұл да не жүректен шығып, тілмен оны тастататын нәрсе. Бұл шайтанның тыңшысы, шайтанның әскері. Сондықтан да шайтан бұны қалаған уақытына жаңағы садағына салып, кез келген адамды ата береді. Сөйтеді, ол адамдардың арасын бәрін айырады. Оның салдарынан жазықсыз қандар төгіледі. Адамдардың үйлері қиралады. Кейбір адамдар өз туысқандарынан айырады. Сондықтан да Алла Тағала бізді бұл нәрседен қайтарып жатыр. Пайғамбарымызға ол өсекшілерге, сөз тасушыларға ерме деп бойсындырып жатыр. Және Құран Кәрімде бұл сөз тасуды ең жаман ұсқын сипаттармен сипаттаған. Оның бірі зінақордан туылған балаға теңеген. Отоллим ба'да залика заним деген. Сотқар. Және де сондай-ақ тексіздерге бойсынба деген. Бұл Мұғайра бин Уалидке айтылған сөз. Яғни заним деген бұл некесіз туылған бала деген сөз. Сол сияқты Құран Кәрімде отынды көтеріп, оны барып адамдарға сатқан адамға теңеген. Оны не істейді? Әрине жағады. Өзінің керекті қажетісін пісіру үшін от жағады. Соған теңеген. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ деген. Бұл Абу Лахабтың әйеліне түскен. Ол Абу Лахабтың әйелі отын көтеріп оны тозаққа алып барады деген. Бұл махлуқаттың ішіндегі ең жаман нәрсе сөз тасу деп пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына: сендердің араларында ең жаман кім екенін айтып берейін. Айтыңыз я Расулаллах дегенде, сөз тасығандар, жақсы көрген адамдардың арасын айырғандар, және
жазықсыз бір адамға жала жапқандар деген. Міне сондықтан да бұл ұсқын іс болғандықтан Алла Тағала олардың азабын береді. Бұл дүниеде, ақыретте де, бұл дүниедегі азаптары олар масқара болады, қайда жүрсе де. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, егер де кімде-кім мұсылман бауырының арқасынан айыбын іздейтін болса, Алла Тағала оның айыбын ашып қояды. Егер де кімде-кімнің айыбын Алла Тағала ашатын болса, ол үйінде тығылып жатса да масқара болады деген. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөз тасушылар, жақсы көрген адамдардың арасын айырғандарды және бақсылар, олар менен емес, мен де олардан емес болады. Сол сияқты олар қабір азабында азапталатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі қабірдің арасында өтіп бара жатып, мыналар азапталып жатыр деді. Бірақ үлкен күнәмен емес, бәлкім бұлардың бірі адамдардың арасында сөз тасып жүрді, ал екіншісі өзінің кіші дәретінен тазаланбаған адам деді. Тағы қиямет күні олар иттің көрінісінде тіріледі. Әл-хаммазун, вәл-ламазун, вәл-машуна бин-намима, вәл-бағуна лил-баррайил айб, яхшурухумуллаху фи вужухил килаб деген. Ғайбат айтушылар, адамдардың арасында сөз тасушылар, өсекшілер және де айыпсыз біреуге жала жапқанда қиямет күні Алла Тағала оларды иттің көрінісіне тұрғызады деген. Олар жәннатқа кірмейді деді Пайғамбарымыз. Ла ядхулул джанната ан-наммам. Жәннатқа сөз тасушылар кірмейді деді. Оларға арнайы тозақ арнаған. Уайлул ликулли хумазатил лумаза. Ғайбат айтушылар, өсек айтушылар қандай қасірет болсын деген. Ибн Аббас бұл аяттың мағынасын, олар сөз тасушылар және бір-бірін жақсы көрген адамдардың арасын үзгендер, сол сияқты жазықсыз бір адамның үстіне жала жапқандар деді. Сол сияқты қияметте тозаққа кірген әһілдері азапталып жатқанда, бұлар сол азаптың үстіне тағы да бір азап болады. Тозақта бүкіл адамдар азапталып жатқанда, бір адам өзінің етін жеп бір ұсқын көріністе келеді дейді. Сонда тозақтың әһілдері, сен кімсің, кет жары, мынау жетпей жатқан еді, сен келіп бізді тағы азаптавасың деген. Сол кезде бұлар дейді, бұл дүниеде сөз тасып, өсек айтқан, ғайбат айтқан адамдар адамның етін жеген адамдар деді. Ғайбат айту, сөз тасу бұл адамның етін жегенмен тең болады деді. Имам Ғазали өзінің Ихия Улумуддин деген кітабында былай келтіреді. Бір адам бір құлды сатады. Сөйтіп сатып алушыға, бұның бір айыбы бар еді, разы болсаң ал дейді. Қандай айып дейді? Сөз таситын еді дейді. Жарайды, кішкентай екен ғой, бұл ешнәрсе етпейді дейді. Біраз күндер өтеді, құлы өзінің не мырзасымен, өзінің қаншайымда бір қызмет етіп жүрді. Кейін бір күні әйеліне келіп айтады, сенің күйеуің екінші әйел алайын деп жатыр. Сені жақсы көрмей жүр, басқаға көңіл алып кетіп жатыр. Қаласаң мен сен осы күйеуіңді өзіңе аударып берейін дейді. Қалай істейсің дейді. Сен түнде барғанда оның ұстарамен сақалын бір талын алып кел дейді. Жарайды істейді. Ол сол кезде барып күйеуіне айтады. Сенің әйелің бір ойнастау алыпты, енді сенің құтылайын деп өтірейін деп жатыр. Сенбесең түнде өзің өтірік ұйықтағандай болып жат, көресің бәрі көзің жетеді. Түнде жатады. Әйелі ұстап келіп жатыр. Сол кезде бала дұрыс айтқан екен ғой дейді. Алдына келіп енді сақалын алайын деп отырған, тұрады да оны өлтіріп тастайды әйел. Кейін әйелдің туысқандары келіп жаңағы күйеуін өлтіреді. Күйеуінің туысқандары кейін ақысын алады. Сөйтіп екі қауым бір-бірімен соғысады. Бір ғана өсектің себебімен. Кәбул Ахбар былай дейді. Мұса алейхиссаламның қауымына қатты бір құрғақшылық келді. Мұса алейхиссалам қауыммен жиналып сахараға барып, Алла Тағаладан дұға қылып, истиғфар айтып, осы бізге жаңбыр бер деп дұға қылғанда Алла Тағала уахи етеді. Мұса, сендерге жаңбыр берілмейді. Араларында бір сөз тасушы адам бар. Ол соған қатты тіреліп алған дейді. Ол тәубе етпейінше сендерге жаңбыр жоқ дейді. Сонда Аллахым дейді, маған ол адамды көрсетші, арамыздан шығарып тастайды дейді. Сонда Алла Тағала, Мұса, мен сендерді сөз тасудан қайтарып отыр, сендерге сөз тасайын ба деді. Сонда барлығы тәубе етіп, жаңағы істерінен қайтқаннан кейін Алла Тағала оларға жаңбырды берді. Міне бұл сөз тасудың ең жаман ұсқын белгілері. Сөз тасыған адам. Сиқыршы дейді, бір жыл әрекет қылып, адамдардың арасында бұзғыншылықты таратып әрекет қылып жүрсе, ол оны бір сағатта ғана істейді екен. Адамдардың арасына барады, сен мынандайсың, сен мынандайсың, сен анау былай деп айтып отыр, сен мынау бітті, бір сағаттың ішінде бытысын шығарып жіберді. Міне осыған деген. Сиқырдан да ең жаман деді. Сондықтан да имам Ғазали айтады, егер саған біреу сөз тасып келсе, оған сен қалай аман болуың керек?
Оған бірнеше шарттар бар. Бірінші, саған біреу келіп, сені пәленше былай деп жатыр, сенің артынан былай деп айтып жатыр, мындай деп айтып жатқан болса, онда оның сөзіне сенбе дейді. Өйткені сөз тасушылардың барлығы пасықтар, пасықтардың куәлігі қабыл етпейді. Алла Тағала Құран кәрімде: "Я аyyuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Ей мұмындар, егер де сендерге біреулер бұзақы адам сөз айтып келетін болса, оны анықтаңдар. Сендер білмей бір қауымға зияндарың тиіп қалмау үшін дейді. Онда сендер ол істеріңе қатты өкінесіңдер деп. Екінші, бұл бауырымыз сөз тасып келетін болса, Құдайдан қорқ, бұл істен қайт, және бұл істі екінші істеме деп айтып қою керек. Өйткені бұл жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаруға. Уәмір бил маруф уәнһа анил мункар. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтар деген. Содан кейін ол бізге бір сөз айтып келеді ма, ар жақтағы бір бауырымыз жамандап келеді. Сол бауырларың жайлы жаман ойламаңдар дейді. Ижтанибу касирун миназ-занни фа инна ба'даз-занни исм деген. Күмән істерден сақтаңдар. Өйткені кейбір күмәнді істердің бәрі күнә деді. Сол сияқты бұл жерде бұл өсек сөз тасып келіп жатқан адамды жек көру. Өйткені ол күнә іс. Күнә істі жек көру ол уәжіп. Сол сияқты тағы оған жауап беретін, айтатын нәрсе, егер де ол сөз тасып келетін болса, сіз оны қайтарып ол істен разы болсаңыз, сол нәрсені біреуге айтпа дейді. Яғни пәленше сөз тасып жүрген, мен қайтардым оны деп басқа біреуге айтқан, сен де сол жағдайға түсіп қаласың дейді. Сондықтан да Омар бин Абдул-Азизге бір адам келіп сөз айтқан екен де, сені пәлен деген адам жамандап жатыр дегенде тоқта дейді. Қаласаң осы ісіңді біз жақсылап қарастырайық, анық қанығына жетейік. Егер де сен өтірікші болсаң, сен мына аяттың қаулынан болсын: "Я аyyuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in." Сен осы топтардан боласың. Ей момындар, егер де сендерге бір бұзақы хабар айтып келсе, деген сол топтардан боласың. Егер де сен шыншыл болсаң, сен онда мына топтардан боласың. Хаммазин машшаин бинамим деген. Өте айыптағыш, сөз тасушыларға бойсынба деген. Сен осы топтан. Қаласаң, сені кешіріп берейік деді. Сонда жаңағысы жарайды, мен кешіруге, бұл іске енді қайтып оралмайын деп кетіп қалады. Сондықтан да бұл өте ұсқын іс. Утба бин Әби Улубаба Абу Убайдаллахтан жеткен бір хабарда ол былай дейді: бір кісі бір ғалымның артынан 700 шақырымнан артынан қуып илесіп оған былай дейді: мен дейді сол ара қашықтықта саған басып келдім. Мен бір арзымаған 5-6 сұрақтарым бар, соны жауап берші дейді. Біріншісі, адамның күнәсі аспанды толтыратын болса, осыдан да ауыр тағы күнәлар бар ма? Екінші, жерден де кең нәрсе бар ма? Үшінші, теңізден де терең нәрсе бар ма? Төртінші, тастан да қатты нәрсе бар ма? Бесінші, мұздан да суық нәрсе бар ма? Алтыншысы, ол оттан да ыстық нәрсе бар ма? Жетіншісі, жетімнен де әлсіз бір жан бар ма? Кейбір риwаяттарда удан да захар нәрсе бар ма деп келеді. Сонда жаңағы кісі жауап береді екен: адамның күнәсі аспанды толтыратын болса, одан да жаман күнә ол бір пәк адамның үстінен жала жапқан. Оның күнәсі одан да ауыр. Екінші, жерден де кең нәрсе ол шындық. Шындықты айтсаң, ол жерден де кең деді. Ал кәпірдің жүректері ол тастан да қатты. Дене бір аш көздікпен қарайтын болса, ол оттан да ыстық болады. Ал егер сен бауырыңа бір қажетің түсіп, ол қажетіңді өте алмасаң, ол мұздан да суық дейді. Қанағатшыл ол теңізден де терең. Сөз тасыған адамдар ісі жария болатын болса, ол жетімнен де ең әлсіз дейді. Кейбір риwayatта ол удан да захар дейді. Яғни сөз тасу арқылы ол екі адамдардың, екі қауымдардың арасын соғыстырып өлімге алып барады. Сондықтан да ол удан да жаман деді. Бұл сөз тасу шайтанның ісінен де жаман дейді. Өйткені шайтан адам уасваса қылады, сыбырлайды, айтады. Егер істесе істейді, істемесе қойды. Бірақ та сөз тасу адамдар бетпе бет барып, жамандап екі қауымның арасын айырады.
Сондықтан да бұл жаман ұсқын істерден Алла субхана тағала баршамызды сақтасын. Ассалаллаху тағала ала хайр халқи Мұхаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.